Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тәжірибе жасау немесе есеп шығару барысында кездесетін өте үлкен немесе кіші сандарды қалай ықшамдап жазамыз, сол турасына тоқталатын боламыз. Ол үшін біз стандарттап жазу деген ұғыммен танысайық. Алдымен стандарттап жазу дегеніміз өте үлкен немесе кіші сандарды а көбейтілген 10-ның n дәрежесі түріне келтіріп жазуды біз стандарттап жазу деп атайды екенбіз стандартты. Яғни стандартты түрде жазу немесе стандарттап жазу деп атаймыз. Енді бұл жерде қандай шарттар қойылады? А қандай болу керек немесе n қандай болу керек? N әрине ол бүтін сан болу керек. N бұл жерде бүтін сан болу керек. Және мынау А деген санымыз бірден үлкен немесе тең кіші 10-нан болу керек. Яғни стандартты түрде стандартқа сәйкес жазсақ, аның мәні осы интервалдың арасында болу керек. Мысалға, мына сандарды алайық. Біз 0 бүтін 1, 2, 3, яғни 0 бүтін миллионнан 86, Енді бұл, яғни осындай нөлдерді шұбыртып бізге жазу, яғни өте қолайсыз. Енді бұларды стандарттап жазсақ, бізге ол өте оңай жазылады. Яғни қалай жазамыз? Мына үтірді, яғни мынау 1 мен 10-ның арасына келетіндей нақты саны болғанша жылжытамыз. Ол үшін бізге 10-ға жылжыту керек болады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5. 5 орнына аттадық, сол кезде 8,6 деген сан шығады. 8,6 көбейтеміз 10-ның. Енді біз қанша орын аттасақ, бұл жерде егер санымыз басында бірден кіші сан болса, онда минус дәреже алынады, ал енді бірден үлкен сандарға әрине плюс дәреже алынады. Яғни бұнымыз 1, 2, 3, 4, 5 орын аттап келдік, демек минус 5 дәрежесі деген сөз. Яғни 8,6 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі. Мына санды стандартты түрде жазғанда. Енді келесі, мысалға немесе бұлай болсын. 860 мың деп алайық. Бұны қалай стандарттап жазамыз? Яғни 1 мен 10-ның арасында ол бізге егер үтірді мұнда қойсақ 1 мен 0-дің арасында болады. Демек 8,6 көбейтеміз 10-ның. Енді бұл үтірге жеткенше ол мына оң жағынан аттап келді орынды. Яғни 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 860 мың дегеніміз 8,6 көбейген 10-ның 5 дәрежесі екен. Яғни осындай стандарттап жазған кезінде бізге бөлу мен көбейту де оңайырақ болады сандарды. Өйткені мынандай көп нөлдерді біз жаңағы арнайы есептеу құралы болмаса, бізге шығару кішкене қиындай болады. Мысалға қараңызшы, міне 0 бүтін 10 мыңнан 5 дейік. Бөлу керек болды бізге 0 бүтін 100-ден 2 мысалға. Енді сізге әрине осылай тұрғанда ауызша бөлу өте қиын. Егер осыны стандарттап жазып алсаңыз, мысалға біріншісі ол 5 көбейтілген 10-ның қанша дәреже жазамыз минус? 1, 2, 3, 4, яғни минус 4 дәрежесі болады. Астында 2 көбейтілген 1, 2 болу үшін 10-ның минус 2 дәрежесі болу керек. Енді қарасаңыз, 5-ті 2-ке бөлсек бізде 2,10-нан 5. Ал енді бұл жерде дәрежесі бар сандарды бөлу. Қалай бөлеміз? Әрине, бөлу кезінде дәрежелер азайтылады. Математикада курсынан бұны сіздер білесіздер, білмесеңіздер жаттап алсаңыздар болады. 2 дәрежесі бар сандарды бөлген кезінде олардың дәрежелері азайтылады. Мысалға, минус 4 азайтылған минус 2, Сонда бізде, қараңыз, минус 4 азайтылған минус 2 болып тұр. Мына 2 минус плюс болғанда бұл жерден әрине минус 2 шығады. Демек 2,10-нан 5 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі не тең болды. Бұл бөліндінің мәні. Енді қысқаша дәрежесі бар сандарды көбейткенде қалай болады, қосқанда немесе бөлгенде қалай болады. Бөлуге әрине бір мысал көрсеттік. Енді мысалға көбейтуге қалай болады екен. Тура осы екі санды көбейтіп көрейік біз, Яғни 0 бүтін
10 мыңнан 5 көбейтілген 0,2 тең болады. Жаңа айттық, бұл 5 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі, көбейтеміз 2 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі болады бұл жерде? Минус 2 дәрежесі болады. Енді тең болады. Әрине, дәрежелерді көбейткен кезінде 10-ның олардың дәрежелері қосылады. Және мына екеуін көбейтсек, 5 пен 2-ні көбейтсек бізде 10. Яғни 10-ның бір дәрежесі тұр бұл жердің өзінде, е. Және минус 4 пен минус 2-ні қоссақ, бізде минус 6 шығады. Көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Енді қарап тұрсаңыз, мына 10 дегеніміз 1 көбейтілген 10 деп алсаңыз, 10-ның жазылмаған дәрежесі ол жерде 1 деген сөз, е. Енді көбейтіліп тұр, тағы да дәрежелер қосылады. Бірге қосамыз минус 6-ны, минус 5 шығады. Демек, 1 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі. Яғни, мына екі көбейткіштің мәні 1 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі шығады деген сөз. Тура осы сияқты қосуда мысалға қалай болады? Мысалға қараңыз, 2,10-нан 4 көбейген 10-ның 5 дәрежесі болды. Бір қосылғышыңыз, е. Қосайық, 6 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі дейік. Қалай қосамыз? Бұл жерде басты шарт, сіз мынау 10-ның дәрежелері бар сандарды бір түрге келтіріп алыңыз керек. Мысалға, мұнда 5, мұнда 4 болмайды. Или мұнда біріңғай 4 дәреже қыласыз, немесе мұнда 5 дәреже қыласыз. Енді біз қазір көрейік, мұнда мысалға 4 дәреже қылып көрсек, онда 10 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі болса, ол 10-ның 5 дәрежесін береді ғой. Яғни мынаны бөлсек, 10 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі деген сөз. Яғни мына 10-да 1 дәреже бар, сонымен 5 дәрежесі қайта шығады. Енді мына 10-ды 2,10-нан 4-ке көбейтіп жерсек, 24 көбейтілген 10-ның, енді 10-ы мынаған көбейтіліп кетті, тек қана 10-ның 4 дәрежесі қалды, е. Қосамыз 6 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі. Енді көріп тұрғаныңыздай, 10-ның 4 дәрежесі екеуіне де ортақ көбейткіш болып тұр. Демек, оны жақшаның алдына шығарсақ, ішінде 24 қосылған 6 қалады. Екеуіне де ортақ көбейткіш 10-ның 4 дәрежесін шығарып жүрдік. Сонда 24-ке 6-ны көбейтсек бізде қанша шығады? 30. Демек, 30 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі, немесе мынаны 3 көбейтілген, егер стандартқа сай жазса, 3 көбейтілген 10 деп алсақ, 10 мынаған бір дәрежесіне қосылады. Демек, тең болады. Бізде 3 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. Яғни, мына екі санның қосындысы дәрежелері бар, ол 3 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесіне тең деген сөз. Егер азайтындысы болса, бұл жерде оп-оңай, 24-тен 6-ны азайтып тастайсыз деген сөз. Яғни, дәрежелермен көбейту, қосу, немесе бөлу, азайту, олар кәдімгі мына нөлдермен жұмыс жасағанға қарағанда өте қолайлы. Яғни, сақталатын бұл жердегі заңдылық қосу мен азайтуда бірдей дәрежеге келтіріп алып, ортақ көбейткішті жақшаның алдына шығарасыз. Ал енді бөлу мен көбейту кезінде мысалға 10-ның n дәрежесі көбейтілген 10-ның m дәрежесі болса, оны 10-ның n қосылған m дәрежесі қылып алуға болады. Немесе бөлуде, мысалға 10-ның n дәрежесі бөлінген 10-ның m дәрежесі болса, бөлген кезде ол 10-ның n азайтылған m дәрежесі болады. Әрине, бұл жерде плюс және минус таңбалары сандардың ескеріледі. Яғни, сандарды осылай стандарттап, ықшамдап жазуға болады екен. Өйткені физикалық есептеулер барысында жуықтау қажет, немесе ықшамдау қажет, стандарттау қажет сандар өте жиі кездесіп отырады. Яғни, егер сіз осыларды жақсы білсеңіз, есеп шығару барысында сізге көбірек көмегін тигізеді. Яғни, тезірек есептеуге мүмкіндігіңіз болады деген сөз. Балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер қандай да бір түсініксіз жері болса, осы видеоның астына пікір қалдыра аласыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.